Так, құрметті достар, кешкі таман Абзал деген бауырымыз келіп отыр, өздерің танисыңдар. Абзал Ибраш. Ассалаумағалейкум. Қолдап отыр. Бұйырса қазір көлігіне әр қазағым жалғызымды жабыстыратын боламыз. Я анау алына ма сосын деп тұр жа. Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум достар. Әр қазағым жалғызым. Осындай челленджді біздің бауырымыз, менің досым Ерназ бастапты. Және достар, мен бұған таңғалып отырмын да, асан қайғы құсап осы наклейканы күллі қазаққа таратуым керек деп ана батыстан Алматыға келген ғой. Асан қайғыда кезінде Жетісуға келді ғой, жер ұйықтыз деп. Дәл сол сияқты міне аяғынан тозып жүр бауырымыз. Мен шынымды айтайын, досым болғандықтан емес, мен үшін шынымен де әр қазақ жалғызым. Сондықтан мен артыма жабыстырып алдым. Осылай және де жігіттер, бұның мағынасы жай ғана кішкентай дүние емес. Мысалға келтіріп өтейін. Жаңағыдай су тасқыны болған кезде шынымен де қазаққа көмектесті мысалға. Бізге шеттен ешкім келген жоқ. Солтүстікте жаңағы ТЭЦ шығарылып, адамдардың бәрі жаурап жатқанда да ол жаққа барып көмектескен дәл осы өзіміздің Қазыкеңдер болатын. Маңғыстауда жаңағы қуаңшылық болып шөп болмағанда оңтүстіктің жігіттері сол жаққа шөп жіберіп, шынымен де қазақ бір екенін және қазақ бірлікте екенін көрсетті да. Сол үшін осының мағынасы әр қазағым жалғызым деген осы ағайын. Біз жай күндерде бір-бірімізден қырылып, жаңағыдай ұрысып, ерегісіп жатсақ та, қиын қыстау заманда қазақ бір болу керек. Осының мағынасы осы. Жігіттер, сендерге де айтайын, осы челленджді ары қарай жалғастырайық.